Баршаңызға қайырлы таң, қыздар. Бүгін сіздерге осындай жайқалған дәмді жұмсақ панкейктің рецептімен бөлісетін боламын. Бізге ақуыз керек. Жұмыртқаның екі ақуызы, сарысын бөлек бөліп аламыз. Ұн қажет болады, сүт, май, қант және нан қопсытқыш. Ең бірінші жұмыртқаның ақуызын бөлек ыдысқа салынған, осыны миксерлеп аламыз. Миксерлеген кезде жаңағы бұл өзі пышный болып көтеріледі екі есеге. Осындай күйге дейін миксерлейсіздер, венчиктен түспейтіндей болып тұру керек. Ары қарай сары уызына қантты қосып, бұны да миксерлейміз. Және сүтті қосамыз. Сүтті қосып миксерлейміз. Сұйық майымызды қосамыз. Әрқайсысын қосқаннан кейін миксерлеп отырамыз. Және тұзымызды қосамыз. Бір шымшым тұз. Бәрін қосып болғаннан кейін ұнымызды қосамыз. Нан қопсытқыш ұнды екіге бөліп қосамыз. Бірден қоса салмайсыздар, екіге бөліп миксерлейсіздер осылай. Ұнымызды қосып біткеннен кейін жаңағы дайындап қойған ақуызды қосамыз. Қызып тұрған табада орташа отта май түкте құймаймыз, осылай пісіріп аламыз. Беті жаңа көпіршіктенеді, сол бетте аударасыздар екінші жағына. Мен екіден салдым, сіздер табаларыңыз үлкен болса 3-тен 4-тен сала беруге болады, қыздар. Міне осылай лопатканың көмегімен аудардым. Мен панкейкаларыма балық құйдым, біреуіне сгущенка құйдым, екі жаққа бөліп қойдым. Астарыңыз дәмді болсын, лайк басып каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.